Кез келген жерде сәтті сөйлеу үшін ең алдымен саған оратор ретінде ортамен таныс болуың өте маңызды. Сенің кімнің алдында, қай жерде, қалай сөйлеп жатқанына мән бергенің жөн. Мысалы, ең алдымен мені тыңдап жатқандар кім деген сұраққа жауап беруің керек. Мысалы, сыныптастардың алдында презентация қорғап жатсаң, бір-екі минутке сілтеме жасасаң болады. Ал егер сол презентацияны оқытушылардың, мұғалімдердің, қазылар алқасының алдында қорғап жатсаң, онда академиялық терминдерді жиірек қолданғаның абзал. Тек солай ғана сол аудиторияның санасын жаулай аласың. Егер мүмкіндік болса, сені кім тыңдайды, сол адамдардың тізімін сұрап ал. Онда тұрған ештеңе жоқ. Егер де ешкім жоқ болса, сахнаға шығып, көпшіліктің алдында сөйлеп жатырмын деп ойша елестетіп, дайындалып көргенің өзіңе пайдалы болады. Ал егер де саған аяқ асты сөз сөйлеу керек болса, онда сен ең алдымен саспа, 30 секундтай жан-жағына қарап ал, адамдармен ойша танысып ал. Ол адамдар қазір қандай күйде, оларға не қызық болуы мүмкін деген сұрақтарға жауап беріп ал. Тек сол кезде ғана сөйлеуді бастасаң, саған сол адамдармен тіл табысу әлдеқайда оңай болады. Ең бастысы, ораторлық деген ол қасиет емес, қабілет екенін біліп ал. Саған ең алдымен көптеген практика керек. Отбасының, жаңағы сыныптастарының, немесе осындай бейтаныс ортаға шығып сөйлеп көр. Тек солай ғана іс жүзінде, практикада ғана шыңдала аласың. Тек солай ғана мықты оратор боласың.